Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Мен бүгін осындай бір әп-әсем салат жасайын деп жатырмын. Егер қызықтырса, менімен бірге болыңыздар. Бейнені бастамас бұрын арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Ол үшін мен кеше қонақ шақырғаннан кейінгі қалған тоңазытқышымда жатырған осы көкөністерімді пайдаға асырып жатырмын. Өйткені кішкене тұрса, бұлар пайдаға аспай қалады. Сондықтан да осыларды бір жақсылап, әдемілеп пайдаланып, жақсы бір салат жасайын деп жатырмын. Ол үшін мен мына қызыл капустамды осындай ірілеу қылып турап алып, сосын тұзды суға салып, кішкене жұмсарғанша пісіріп алайын деп жатырмын. Оны осы күйінде де пайдалануға болады, бірақ дегенде ол кішкене қатаңдау болады деген сияқты, кішкене ашылау дәмі болады деген сияқты. Сондықтан да мен соңғы кезде осы қызыл капустаны кішкене ғана тұз салып, сосын су құйып, 1-5 минуттай жұмсарғанша пісіріп алып, осылай жасап жүрмін. Маған ол қатты ұнап жүр. Сондықтан да мен осылай жасап жатырмын. Енді 1-2 қияр алдым. Барлығы мен кеше қонақтыққа енді жетпей қалама деп толтырып алып тастайсың ғой. Содан қалған қиярларым әлі сол күйінде тұр екен. Ойбай, пайдаға асырып тастайын деп, енді 1-2 күн тұрса, әрине босап кетеді. Әлі сол күйінде тұр екен. Сол осы салаттарымды да, осы қиярларымды да пайдаға асырып тастай деп жатырмын. Ол үшін мен осындай домалақ қылып турап жатырмын. Енді әрине ол өзіңіздің еркіңізде қалай турасаңыз да. Маған әртүрлі қылып турап, әртүрлі фигурада тураған ұнайды. Сондықтан да мен бүгінгі салатымды осындай қылып турап жатырмын. Турап алған көкөністеріміздің бәрін бір үлкен ыдысқа сала береміз. Өйткені бізге араластыру үшін үлкен ыдыс қажет болады. Енді помидорларымызды осындайға ірі қылып турап алдым. Онша ірі емес әрине. Менің жұмыртқаммен жаңа капустам екеуі пісіп жатыр. Оған дейін соусын жасап алайық. Мен соус жасау үшін 1-2 қасық майонез алып жатырмын. Содан кейін бір кисло-сладкий осы соустан түбінде қалған екен, соның бәрін салып жіберіп, шөлмейін лақтырып тастайын деп, осын салып жіберіп жатырмын. Бұл өте керемет соус. Егер магазиннен көрсеңіздер, алыңыздар, қандай салат болса да бәріне сала берсеңіз керемет дәм береді. Және менде терияки деген осы соус, соларды алдым. Және біразғандай тұз қосам, 1-2 сарымсақ алып жатырмын. Осыларменен жақсы қоспа жасайтын боламыз. Сарымсақты мен үккіштен өткізіп жатырмын. Енді осы сарымсақты да осы жаңағы қоспамызға қосатын боламыз. Енді лимон сығындысын салып жүрсеңіз де, сосын орегано, не болмаса жаңа базилик сияқты дәмдеуіштерде құрғатылған салып жіберуге болады. Енді мен 2 жұмыртқа алдым. Оның біреуін қазір әсемдеуге алып қаламда, біреуін жақсылап турайтын боламын. Барлығын бір ыдысқа жинай береміз. Міне жаймендеп қана жаңа біздің капустамыз қайнап жатыр, бастап қайнап жатыр. Енді кішкене қарап тұрып, жұмсарғанша қайнатып алам. Міне пісті, әдемі болып жұмсарған екен. Енді кішкене суытып, содан кейін жаңағы салатымызға салатын боламыз, қосатын боламыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Өйткені арнаның дамуы үшін сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Менің бейнелерімді 80-90% адамдар
тіркелмей қарайды екен. Сондықтан да тіркеліп мені қолдап кетсеңіздер деген бір өтінішім бар. Міне мен жаңағы жасап қойған соусымды қосып, жақсылап тұрып араластырып жатырмын. Егер жаңағы соус азғандай десеңіз, кішкене тағы да майонез қосып жесеңіз болады. Енді бір жақсы әдемі тәрелкемізге салатымызды салатын боламыз. Салатты салғанда тәрелкенің ортасына шошайтып, әдемілеп салсаңыз, өте әдемі болып тұрады. Тәрелкенің әдемі гүлдері, әдемі узорлары ерекше сән беріп тұрады. Сондықтан да тәрелкенің барлық бетін жауып тұрған ол дұрысы емес деп айта кеткім келеді. Міне мен осындай қылып салатымды салып, жаңағы турап қойған екінші жұмыртқамды ұзынша етіп турап алдым да, осындай етіп жан-жағына қойып жатырмын. Бір жұмыртқа өзі бір салатқа кетеді де тұрады. Бұл жұмыртқаны домалақтап қойсаңыз да әдемі шығады. Осындай ұзынша қылып турасаңыз да әдемі болады. Міне осылай жұмыртқамен оформление жасадым. Тағы да үстіне кішкене салат салдым. Және гүлді петрушканы алып, әрбір жерінен қойып, бір жақсы оформление жасаған болып жатырмын. Көбіне мен петрушканың осындай гүлді түрін осы оформлениеге алып қалам. Міне осындай салат шықты. Енді кунжут жемешкілерімен осындай әсемдеп қойып жатырмын. Кедір жаңғағы әдемі кетеді. Не болмаса сыр турап қойсаңыз да үкіштің уақ көзімен, о да әдемі болады. Не болмаса жұмыртқаны да осылай үкіштің уақ көзіне өткізсеңіз, жұмыртқа да әдемілік беріп тұрады. Сонымен менде осындай салат шықты, қымбатты менің оқырмандарым. Егер менің бейнем сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ол үшін арнаға тіркелу, лайк басу, пікір қалдыру, достарыңызбен де бөлісе кетсеңіз, керемет болар еді. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтадым. Келесі менің арнамда кездескенше қош сау болыңыздар.